Достар, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен идиомас тақырыптарын үйренетін боламыз. Идиомалар қазақша бізде фразеологизм сияқты. Яғни бұлар ағылшын тілдегі ерекше сөз құрамалары. Қазақша фразеологизмдер естеріңізде болса, тұрақты сөз тіркестері, олар мысал үшін таяқ тастам жер деген сөзді естіген боласыздар, иә? Ол өте жақын деген мағынаны білдіреді. Ат ізін салмау, мүлдем хабарсыз кету, хабарласпай кету деп аударылады, мағынаны білдіреді. Көптеген бізде ондай сөздер көп, астарлап, жасырын айтатын сөздер өте көп. Дәл осындай ағылшын тілдерінде де бар екен. Бұлар жеке қолдануы да мүмкін, сөйлеммен бірге қолдануы да мүмкін. Ал ағылшын тілінде көбіне Британияда ең үздік, ең көп қолданылатын идиомаларды сіздерге назарларыңызға ұсынамын. Бірінші оқып берейін. A blessing in disguise. Бұл басында жаман болып көрінген нәрсе артынан жақсы болып кетеді екен. Басында қайғылы, неудачный, сәтсіздікке ұшырады, бірақ соңы оның сол сәтсіздіктің өзінің бір жақсы жағы бар. Бізде қазақта хайыры бар деп айтады ғой. Әрбір нәрсе, әрбір істің хайыры бар деп. Дәл осы сөзі соған келеді. A dime a dozen, екінші жалпы дейді. Жалпы. Үшінші better late than never. Ештен кеш жақсы деп. Break a leg, сәттілік, good luck деген сияқты. Break a leg, get out of hand, бақылаудан шығып кету. Hang in there, берілме. Don't give up деген сияқты ғой енді. Бұлар көп қолданады екен Британияда. Ал бұларды қалай жаттаймыз, достар? Зырылдатып жаттамаймыз. Менің алдыңғы видеомды көріп өтсеңіздер YouTube каналымдағы. Ол жерде мен сіздерге үйреткен қалай жаттау керек. Соның бірі сөйлем құраймыз, иә. Кез келген мына жерде идиома көрдіңіз бе, сөйлем құрайсыз. Мен сіздерге сөйлем құрап беруіме болар еді, бірақ оны сіздер естеріңізде қалмауы мүмкін. Сондықтан сіздерге тапсырма, әрбір жаттаймын десеңіздер, әрбір идиомаға сөйлем құрайсыздар. Оны маған комментарий жазып кетсеңіздер болады. A blessing in disguise. Мұнда бір мысал бар. Missing that train was a blessing in disguise for me because I met my future wife at the station soon afterwards. Пойыздан қалып қойдығаным маған басында қиналдым дейді маған. Енді пойыздан қалып қол, жұмыстан қалып қаласың, бір жерге барудан қалып қаласың. Енді адамға минусқа кетеді ғой енді. Бірақ ол маған ең соңынан өте күшті болды дейді. Неге? Себебі мен өзімнің өмірлік жарымды кездестірдім дейді сол станцияда дейді. Яғни өмір бақи сен сүйетін, өмір бақи сен бірге тұратын балаларының анасын кездестірді ол кісі. Яғни басында ол пойыздан қалып қойғаны болмаса, кейін ол сәтсіздіктен кейін ол өмірлік сәттілікке ұшырады, иә. Өмір бақи бақытқа жетті. Міне осыны blessing in disguise деп атаймыз. Келесі осы кез келген идиоманы суретін саламыз, немесе жазамыз, қасына мағынасын жазамыз да, стикерге жазамыз да, қабырғаларға жапсып тастаймыз. Бұл не? Бұл тәсіл, сөзде жаттау тәсілдерінің бірі. Мына жерде әдемі келтірілген, иә, blessing in disguise. Басында нашар болады, кейін жақсы болып кетеді. Иә. Сосын кез келген сөзді YouTube-тан іздейміз, сол фразаларды, сол туралы ән бар ма екен, жоқ па екен деп. Бар болса, сол өлеңмен жұмыс жасаймыз, жоқ болса, басқа тәсілдермен жаттай бересіздер. Барлығы да оңай. Келесі мағынасын жаттаймыз. A blessing in disguise. A good thing that seemed bad at first. Жақсы нәрсе басында жаман болып көрінеді, осындай айтады. Егер сіздердің уровендеріңіз интермедиат болса, сіздер мына сөзді терең мағынада түсіне бересіздер. Свободно түсіне бересіздер. Келесі бізде ең көп қолданатын фразалар, идиомалар, олар no pain, no gain де, өзің ұнатқан істіңді әрқашан істеуің керек, өзің ұнатқан нәрсеңді істеуің керек. Жұрттың айтқанын тыңдаудың қажеті жоқ. Саған ән айту ұнай ма? Ән айт. Биле ұнай ма? Биле. Саған үйдегілердің дәрігер бол, мұғалім бол дейді. Бірақ сен бизнес ашқың келе ма? Аш. No pain, no gain болды. On the ball.
жақсы жұмыс жасау, pull someone's leg, әзілдесу, we'll cross that bridge when we come to it. Дәл қазір проблемаларымызды айтпай қояйық, қазір демалайық. You can't say that again. Сенікі дұрыс, мен сенімен келісемін. Достар, өте оңай екен. Жаңағы тәсілдемені жаттап алыңыздар, сөйлем құраңыздар, стенаға стикерге жабысып тастаңыздар, мағынасын жаттаңыздар. See, eye to eye, келісу, договор, немесе agree, согласен. When pigs fly, ешқашан орындалмайды ол нәрсе. Мысалы үшін торайлар ұшпайды ғой, дәл сол сияқты ешқашан бола алмайтын нәрселер бұл өмірде бар. Енді бар ғой өмірде ешқашан да орындалмайтын нәрселер. To cost an arm and a leg. Бұл өте көп кездесетін идиома. Өте көп кездеседі, өте қымбат деген мағынаны білдіреді. ұбт-да кездеседі бұл сөз. A piece of cake, өте оңай. Giving someone the cold shoulder, елемеу, бір адамды игнор жасау. He gives me the cold shoulder, ол мені елемей отыр. Осылай сөйлем құраймыз, достар. Call it a day, жұмысты аяқтап қайту, бітіріп қайту, прям срочно бітіріп қайту. You can't judge a book by its cover, адамды сыртынан қарап сынамау керек. To add insult to injury, жағдайды қиындату. 20-шы, to feel under the weather, адам өзін нашар сезінсе, to feel under the weather деп айтамыз. Let's cut out of the back. 21. Біреудің құпиясын байқаусызда айтып қалу. Let's cut out of the back. Біреудің құпиясын байқаусызда айтып қалу. Мысалы үшін, she let the cut of the back her friend. Ол өзінің досының құпиясын байқаусызда айтып қалды. Дәл осылай сөйлем құраймыз. Бұл сіздерге прям тапсырма. Енді осы идиомаларды жай қарап кеткендеріңізбен олар сіздің миыңызда қалмайды. Мида қалу үшін, ұбт-дан жақсы балл алу үшін, ағылшын тілі деңгейіңіздегі көтеру үшін, әдемі сөйлеу үшін міндетті жаттау керек. Осында айтылған барлық идиомаға сөйлем құраймыз өздеріңіз үшін. Немесе комментарияға жазып кеттіңіздер. Бұл сіздерге тапсырма болсын. Ағылшын тілі жаңағыдай әдемі сөйлегілеріңіз келсе, мысалы үшін шетелде жүрсеңіздер бір зат алғыларыңыз келді. Oh, it's so to cast on arm and a leg. No, бұл өте қымбат қой деп айтсаңыздар, сіздерге ағылшындар басқаша қарауы мүмкін да. Мына күшті ағылшынша біледі екен ғой деп. Мысалы үшін бір адам енді 60-70-ке келген үлкен кісі, қарт кісі мен самолет сатып алып, сода өзім айдаймын десе, мысалы үшін. It will be when fix fly дейсіңдер ғой. Ол ешқашан орындалмайды деп. Енді үлкен қарттың көңіліне келмей іштерінен айтулары мүмкін. Дәл осылай. Сөйлем құраймыз. Сөйлем құрасаңыздар естеңізде қалады. Бұл дәлелденген тәсіл метод, достар. Достар, ағылшын тілі деңгейлеріңіз көтеріле берсін, білімдеріңіз арта берсін. Оқыңыздар, оқыған адам озады. Оқыған адам озады әрқашанда. Білімдінің күні жарық. Менің YouTube каналыма жазыла кетіңіздер. Мен сіздерге пайдалы болады деген видеолармен бөлісетін боламын. Білімдеріңіз арта берсін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.